Кайырлы күн окурмандар. Міне мен айбет бір әдемі бір көпшілік жасап көрсетейік, көрейік. 8-де 14 размерлі маталарымызды кесіп аламыз. Оның екі жақ шетін 2 сантиметр, бір жақ шетін 2 сантиметрден өтіктеп дайындап аламыз. Каждыген 8 ұштықтан 8 бөліп жасап аламыз. Өтіктеп дайындап аламыз. Қолдап, бөліп, таратып, комментария бөлсе отырыңыздар. Үтіктеп дайындап алған заттарымызды, маталарымызды түр-түріне сәйкестендіріп, ашатындай қылып, әдемілеп, 8 қабат қылып қойып аламыз. Беттеп, бір келгі көлеммен 8 алып реттеп алғаннан кейін үстіне скотч бар, однослойный скотч, сода чаптап біріктіріп аламыз. Сол бізге тіккенде бұл кедергі қозғалып кетпеу үшін бәрін бір қатарға қойып, бір көлемді жасап, скотчпен бекітіп аламыз, жабыстырып аламыз. Енді ортасынан тура 7 сантиметрден сызық сызып аламыз. Баны 14 сантиметр болатын ғой, соның ортасының тура ортасы 7 сантиметр. Содан сызық сызып аламыз. Бұл бізге тегіс жүргізілу үшін. Арнайы сызғышпен, арнайы сызғылар тақтаның үстіне қойып, әдемілеп бір келгіліп жүргізіп аламыз. Енді 45 сантиметрлік матамызды алып, тура ортасынан сызып, бұны 8 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші 4 бөлікке бөлеміз, соның ортасынан жүргізіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Тура сызықтың үстіне бағанағы сызып алған 7 сантиметр бөліп сызып алған матамызды жүргізіп қойып, тура сызықтың үстіне матаның күресеткен линия жүргізіп тігіп аламыз. Сөйтіп келесін қарама-қарсы қайтып қойып, дейін сөйтіп тігіп шығамыз. Сызықтың үстіне қойып, сәйкестендіріп, жан-жағын бірдей қылып, тура ортасынан тігіп аламыз. Екі бөлігін тігіп алдық, міне үшінші бөлігін тігеміз. Үшінші бөлігін тура тақап отырып, тура ортадағы сызықпен тігіп аламыз. Төртінші бөлігін тігеміз енді. Мұнысы лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Енді бесінші бөлігін тігеміз. Өстіп аяғына дейін 8 бөлікті тігіп шығамыз. Сегізінші бөлігімізді тігіп аламыз. Енді каждыйын үстіне басқан тапсырылған скотчтарымызды аламыз. Бір қаттап, өстіп екі түрлі материал қатталғанымен бір тігіс жүргіземіз. Өстіп екі мені бір-біріне қарай қосып тігіп отырамыз. 8-8-ден біріктіріп алған маталар ғой, енді 1-8-бен 1-8 біріктіреміз ғой достарым. Жасыл мен жасылды бір қаттаймыз, екі қаттаймыз, біріктіріп, қатпарлығымай әдемі қылып қаттап, бір-біріне біріктіріп, екі матаны қаттап алғаннан кейін 4 матаны бір-біріне қатталынады, үстінен бір тігіспен біріктіріп алып, сөйтіп 8 матаны бір-біріне айқастырып тігіп шығамыз.
өстіп барлық жерін айландырып шығамыз. Әдемі бір жұлдызшамыз шығады. Қалған маталардан, ұсақ маталардан біріктіріп жасаса өте күшті шығады. Тек шыдамды талап етеді. Әдемі жұлдызшамыз шығады. Қазақ өнерді, қол өнерді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, тіркеп бөлісіп отырыңыздар. Соңғы біз біріктіріп алдық. Енді 4 бұрыш 12 см, 12 см алып, екіге бөліп, оны 4 бұрышына қоямыз. 2 бұрышты алып, оны 3 бұрыш жасап, екіге бөліп аламыз. Оны 4 бұрышына қоямыз. Оның шетіне 10 см лента жасап, 10 см шетіне тігіп, одан әдемі көпшік жасап шығарамыз. Астарлап замауымен қалай боп та қолда